Сәлеметсіздер ме екінші сынып оқушылары? Бүгінгі сабақтың тақырыбы менің қояным бар. Балалар, жаңа сөздермен танысайық. Аю, медведь, қоян, зайц. Адам, человек, жақсы, хороший, қатар, ряд. Мұқият тыңдаймыз. Есте сақта, запомни. Балалар, қазақ тілінде кім сұрағы тек адамдарға қойылады. Не сұрағы заттар, жан-жануар, өсімдіктер және тағы басқа заттарға қойылады. Ребята, вы казахском языке вопрос «кто?» «кім?» задаем относительно к людям, а вопрос «что?» то есть «не» задается к животным, к растениям и остальным предметам. Например, мысалы, кім, кто, ана, ата, бала, Әлібек. Кто? Мама, дедушка, мальчик и Алибек. Не, что? Машине, мысық, қоян, кітап. Что? Машина, кошка, заяц и книга. Бірінші тапсырма. Мәтінді оқы, прочитай текст. Менің ойыншығым көп. Менің ойыншықтарым екі қатарда тұр. Бірінші қатарда 5 қуыршағым тұр. Қуыршақ қатты. Екінші қатарда жұмсақ ойыншықтарым тұр. Олар қоян, аю, күшік. Келесі жазбаша тапсырма. Суретке қара, сұрақтарға жауап жаз. Бұл не? Ол қандай ойыншық? Бұл кім? Ол қандай адам? Келесі үй тапсырмасы. Суреттердің орнына қажетті сөздерді қойып жазыңдар. Мысалы, менің кішкентай қояным бар. Менің үлкен қояным жоқ. Менің үлкен аюым бар. Менің кішкентай қояным жоқ. Дәл осындай үлгіде дәптерге жазамыз. Бүгінгі сабақ осымен аяқталды. Келесі кездескенше сау болыңыздар балалар.